Регистратордағы бейнебаянды көрсетті сотта. Сол бейнебаян негізі дәлел болып табыла ма? Әрине, әрине. Ол жерде негізі Эльмира Нұрбекова мен Дана Жақсыгелді сол қыздардың сөздерін біз естідік, қалай сөйлеп отқанын. Негізі шок жағдайда емес сияқты болып отыр. Енді ол екі қызды осы сізге сотталушы ретінде кіруге мүмкін бе негізі? Бұл бізге байланысты жоқ. Енді ол прокуратура тарапы ондай өздері ұсыныс жасай алады, бірақ біздің тарапымыздан ондай ұсыныс болады. Бола ма? Болады. Сот біткеннен кейін ба? Ешкімге айтпаймыз, қашып кетпіз. Жоқ, оны қай кезде екенін өзіміз қазір айтпаймыз. Өйткені барлық ретімен келе жатыр ғой. Бізде ондай өтініш хат түседі. Өйткені барлықтарыңыз көрдіңіз, ешқандай шок жағдайы емес. Емін еркін телефонмен сөйлесіп отырды, иә. Және мен бағана айттым ғой, қылмыстың қатысушысы ретінде деген кезде бәрі кішкене не ойланып болды. Енді оны сот қанағаттандыра ма, қанағаттандырмай ма, ол соттың құзыретінде. Бірақ біз ондай өтініш хат түсіреміз. Қазыкенов Арлан ше, мысалы. Қазыкенов Арланға да қатысты қазір біз ойланып жатырмыз, иә. Мен өзім ондай ойдамын әлі де. Оған сондай өтініш хат түсіру туралы. Бірақ Қазыкенов Арланды 434 баппен тартқан, сөйтіп қысқартқан. Сондықтан ол бап бойынша енді қайталап қаралмайды. Жалпы Меке, бір дүние, бұл жерде сіз жәбірленуші тараптың өкілі ретінде емес, жалпы адвокат ретінде бір дүниеге сұрағым келеді сізден. Істе мылтық, жалпы күні бүгінге дейін белгісіз, істе бар тіркелген ғой мылтық. Ал соттың соңына келдік, бүткіл айғақтардың бәрі көрсетілді, бірақ мылтық туралы осыны ашыққа шығармау. Енді ашық сот, бүткіл елге ашық трансляция жасап отырған сотта мылтық туралы жасырып қалдық. Заңды деп ойлайсыз ба? Кім жасырып қалып отыр? Сот жасырып қалып отыр. Сот үстінде қазір мысалы мылтықтың сот қараңыздар, сіздер бір нәрсе екені. Жоқ, сіз қателесіп тұрсыз. Сот деген ол төреші да. Ол ешкім өздігінен өз ұсынысымен бір дәлелдерді зерттемейді. Екі тарап мына не қалайша шайқас дейді ғой, қазақша қалай айтады. Өз дәлелдерін келтіре отырып, сот соған өзінің екі жақтың қайсысының дәлелі басым болады, сол жақты назарға алады. Сіз айтып отырсыз, сот жасырып қалды деген, ол дұрыс емес. Сот дегенде сот барысында әлі анықталған жоқ, әлі көрсетілген жоқ. Сот өздігінен анықтамайды, сот ертең үкім шыққан кезде оған тиісті бағасын береді. Бұл жерде назар аударылып жатыр ғой, мысалға сотталушы тарапынан да мысалы кім Ғайыпбаев, Нұрғанат деп айтып жатыр. Біз оған келіспей жатырмыз, сондықтан сот ол іс материалдарына қатысты. Енді осы мылтықтың істе тіркеуде болатын болса, бұрын кімде, мысалы, шын белгісіз адамда ма қалай тіркелді, жаңағыдай гильза атылған, ол алынды, ода кімнің қолтаңбасы болды, осының бәрі анықталды ғой. Ал сот тергеуінде осының бәрі неге ашық көрсетілмей жатыр, соны сұрап отырмыз. Бұл айыптау болмаса ақтау тарап емес біздікі. Ал істегі бар дүние, ең маңызды дүниенің бірі неге қарастырылмай жатыр деген. Ол мысалға тараптың өтініш хаты бойынша, егер сонда өтініш хат түсіретін болса, мысалы айыпталушы тарап дейді, кім мүдделі соған, сонда өтініш хат түсіре алады. Сот сол кезде қанағаттандырады, не қанағаттандырмайды. Сот өздігінен мұндай жасамайды, дәлел іздемейді. Содан кейін қараңыз, сіз айтып отырсыз, әлі 62 том, ол оңай емес. Қазір мысалға қажет томдарды ғана зерттеп жатыр. Ертең сот мылтыққа да қатысты өзінің құқықтық бағасын береді деп ойлаймыз. Оған сіздер асықпаңыздар, қазір сот үндемей қалды. Алдыда айтылады дейсіз ғой. Өйткені 62 том материал соттың алдында жатыр, ол сот бәрі болып қарап шығады. Зерделеп болынды ғой кеше. Зерделеу аяқталды. Енді ешкім оған ұсыныс жасамаса, сот неге өз бастамымен жасау керек оны? Түсінесіз ба? Бұл жерде айыпталушы тарап бар, жәбірленуші тарап бар. Екі жақ өз дәлелдерімен. Бұл жерде мемлекет сұрамаса, мылтық соғалпы. Жоқ, мылтық сұрамаса да мемлекет ол мылтық туралы айыптау актісіне жазылған. Түсінесіз ба? Ол сұрамаса да айыптау актісіне көрсетілген. Сондықтан сол сот өзінің құзыретімен соған баға береді. Біз айыптау актісінде мылтық белгісіз тұлғаның қолына. Иә. Сот анықтай ма, белгілі тұлға қала ма, ол әлі үкім шыққан жоқ қой. Ол жерде мен бір дүниені түсінбей тұрсыз. Мылтықтың кімнің қолында болғаны сұрап отырғанымыз жоқпыз біз. Мылтық тура мысалы қандай не? Заңды түрде. Бұл жерде сот айыптау шегіне шыға алмайды, иә? Мылтық бар ма, жоқ па? Ол мысалға сіздің бағана қылмыс жасауға қандай да бір қатысы бар ма? Соны анықтайды сот. Сол мылтықпен қылмыс жасалынды ма? Егер мысалға біз айтып отырсыз бағана жәбірленуші тараптан шықты деп жатсыз, иә? Ол сол жәбірленуші тарап сол мылтықпен қылмыс жасады ма?
адам өлтірді ма? Сол қылмыс мылтық соның несі себебі болды ма Шерзатты өлтіруге? Жоқ қой ол. Түсіндіңіз бе? Сол мылтықпен егер Шерзат атылса, әрине оны егжей-тегжейімен зерттелер еді. Мылтық атылды, мейлі ол кім атылды. Бірақ Шерзаттың өліміне мылтық себеп емес қой. Мылтық кімге тиесілі екені негізі анықталды ма? Тергеп тексеру кезінде. Әркімнің өзінің позициясы бар мылтыққа. Айыпталушы тараптар оны Ғайыпбаевтың ұрғаны деп тұр, біз белгісіз тұлға деп тұрмыз. Себебі неге белгісіз тұлға деп тұрғанымыз, Ғайыпбаев өзінде кезінде және басқалар да сондай жауап берген. Оған енді екі жақты салыстыра отырып, сот өзінің құқықтық бағасын береді.